артық шегіндерін орындап қояды, иә? Бірге айтамыз ба? Біз қандаймыз, бастаймыз. Қане, бәріміз бірге. Біз қандаймыз, шұғылын қандаймыз, күлін деген күлдейміз, ренжуді білмейміз. Қуанамыз неге, қуанасың сен де, қуанайын достарым, аралап атқан күн. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз бүгінгі оқу қызметімізді ал бір аптада неше күн бар? 7. Балабақшаға біз неше күн келеміз? 5 күн келеміз. Неше күн демаламыз? 2 күн демаламыз, иә. Ал қазір жылдың қандай мезгілі? Көктем мезгілінде ауа райында қандай өзгешеліктер болады? Иә, жапырақтар өседі, ағаштар гүлденеді. Гүлдер өседі, иә. Дұрыс айтасыңдар. Ал көктем мезгілі біткен соң бізге қандай мезгіл келеді? Қандай мезгіл? Жаз мезгілі, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар айтыңдаршы, сендер жастар нешеде? Неше жастарсыңдар? 5-те, сосын? 6-да, дұрыс айтасыңдар. Біздің жасымыз 6-ға толады, иә, жазда 6-ға толады. Біздің алдымызда үлкен қадам күтіп тұр бізді, иә? Біз қайда барамыз? Мектепке барамыз. Қане, біз жылдар бойы, балабақшада жүрген жылдар бойы біз не үйрендік? Барлығын ортаға салып, білімдерімізді көрсетейік. Дайынсыңдар ма, балалар? Сендерге сәттілік тілеймін. Қане, орнымызға отырайық. Айтамыз. Дыбыстан. Біз дыбысты қалай шығарамыз?
келеміз, тез-тез бір-бір әріптен алып жасырамыз. Жүгіріп орындаймыз, қане балалар. Уақыт өткеннен қазір үнжіп тұрмыз. Тез-тез келесі топтың балалары келіңдер. Келесі қатар келіңдер. Ja, дұрыс. Тез балалар жүгіріп орындаймыз. Ja, жүгіріп орындаймыз. Ja, балалар келеміз. Келесі балалар тұрып келеміз. Қайыр, жылдам. Ja, қандай ер бұл? Қандай? Дұрыс айтасың орныңызға. Дұрыс. Балалар тез етеміз, келесі қатар келеміз, келе береміз. Дұрыс. Жүгіріп сұрамыз, е? Дұрыс. Келесі балалар келіңдер. Балалардың жапсырғанын түсіріп кетпейміз, е балалар? Ақырын жапсырамыз. Ал. Кім болды? Орныңызға барамыз. Бауыржан? Болды енді Бауыржан, орныңа барамыз. Келесі балалар жапсырсын. Жапсыр. Ал, бізде мына жерде 5 әріп қалып қойды балалар. Кім келеді? Қане, келіңдер. Кел, Мәди. Кел, Димаш келеді. Келеді Каусар. Және Бауыржан келеді. Болды сіз, не? Бәрін жапсырмадық. Мәдиге бер. Болды. Ал, енді қарайық, е? Тексереміз ба, балалар? Қане, алау. Береу. Қандай әріп қай жерге жапсақ? Бауыржан, міне. Көл емес қой ол. Ал, қане, орнымызға отырамыз. Балалар, қане, тақтаға қарайықшы бәріміз. Тақтаға қараймыз бәріміз. Ол тапсырма сендерге қиын болған жоқ па? Кім қателесті? Ешкім қателескен жоқ. Я дыбыстарды біз орнына орналастырып шықтық. Балалар, бүгін мен сендерге түзу қоямын. Балалар, бүгін мен сендерге арнап бір қонақ шақырып қойдым. Қалай ойлайсыңдар? Мен кімді қонаққа шақырдым? Апалары я келді. Мәди, орнына отыр. Балалар, бүгін мен сендерге арнап мектептің үздік оқушысын шақырып қойдым. Үздік оқушы келіп, бізге өзінің ақылын айтатын болады. Біздің мектепке дайындығымызды тексеретін болады. Қане, қонақ күтуге дайынсыңдар ма? Ендеше біздің қонағымызды күтеміз. Бұл мектеп алды дайындық тобы ма? Өте жақсы. Ал мен үздік оқушымын мектептегі. Сендер мен туралы, яғни үздік оқушы туралы не білесіңдер? Айтыңдаршы, балалар. Үздік оқушы деген кім ол? Ақылды балалар тағы да. Айтқанды істейтін. Тағы да. Емеспін мен. Көмектесетін. Ақылды. Жарайсыңдар балалар, міне мен сондай үздік оқушымын. Мектептен келдім сендерге арнайы. Сендерді мектепке дайындықтарыңды тексерейін деп келдім. Сендер мектепке дайынсыңдар ма? Ал мен мектепте, сендерге мектеп өмірі туралы қысқаша айтайын ба? Мектепте өте қызықты, мектепте күшті. Күнде неше түрлі білім аламыз, әлемді танимыз. Көп нәрсені үйренеміз мектепте. Өте қызық. Сендер барғыларың келе ма? Өте жақсы, жарайсыңдар. Ендеше дайындықтарыңды көрейік. Эльмира апай, олай болса сабақты бастайық, мен сізге көмектесейін. Сізбен бірге білімін көрейік. Балалар, мектепке баратын әрбір бала өзінің атын жаза білу керек, солай ма? Я, мектепке барғанда сенің атың кім, жаза білесің бе деп бізді мұғалімдер сұрайды ғой, я? Сол кезде балалар біз өз атымызды жаза білуіміз керек. Мен сендерге мына жерде әріптерді дайындап қойдым. Осы әріптерді пайдаланып, өзіміздің атымызды жазамыз, жақсы ма? Қане, қаратып шықсаңыз.
Мен апайға көмектесіп, конвертті ашамыз, ішіндегі әріптерді жазамыз. Өз атымызды жазамыз. Әріптерді ашамыз. Конвертті ашып, ішінен әріптерді аламыз. Ал енді әріптерден өз атымызды құрап жазамыз. Кім болды? Ал, Даяна өте жақсы. Даяна те жазып аяқтады. Әли жоқ. Ойланамыз. Әли. Тимур дұрыс. Жұлдызайлы. Екінші. Жылы. Үшінші дұрыс. Димаш жоқ. Димаш Д дыбысынан басталады. Ильяс Д дыбысынан басталады. Димаш А болады. Әли ойланамыз. Ә дыбысынан басталады. Әли Арай дұрыс. А Санжар. Раяна дұрыс. Айтылыр өте жақсы. Ильяс дұрыс. Бауыр жоқ. Каусар дұрыс. Дыбысынан басталады. Балалар алдағы уақытта жазып үйренесіңдер. Сендердің мамаларың, әкелерің аттарын ұзын атып қойған ғой, сондықтан да жазу сендерге әзірше қиындық тудырады. Болашақта бірақ үйреніп аламыз. Солай ма балалар? Ал енді өзіміздің аттарымызды конвертке саламыз. Сосын жинап бұрышқа қойып қоямыз. Жарайсыңдар балалар. Әр бала өз атын жазалап, демек барлық балалар әріптерді таниды, иә? Балалар әріптерді. Ал салуға балалар, кейбір балалар тез саламыз. Шекте қоямыз. Қане балалар, сабағымызға қарай Қонақтар бар ғой, бізде жуламайды бірақ айтып салисын балалар бұзық деп. Қане балалар, қараймыз маған. Маған қараймыз. Балалар, біз балабақшаға келгелі түрлі оқу қызметтерін өттік, солай ма? Иә. Әріптерді үйрендік, ендеше тақтаға қараймыз. Бұл қай ертегі? Суретке қарап, тез тауып берейік, жақсы ма? Алдайсыздар ма? Мұқият қараймыз. Кім біледі, қолды көтеріп, тез жауап береміз, жақсы ма? Келістік па балалар? Ал бірінші ертегіге назар аударайық. Бұл қандай ертек? Манас дұрыс айтасың, жетілақ ертегісі. Жетілақта қандай кейіпкерлер болады? Бір анасы дұрыс айтасың, ешкі болады, өте жақсы. Келесі. Бұл қандай ертегі? Балсақ кейіпкерлерін сіз айтасың? Кейіпкерлерін айтамыз. Бірге айтамыз, кейіпкерлерін айтамыз. Балсақ. Дұрыс
балық пен кім? Алтын балық пен кім? Алтын балық пен кім? Балықшы ғой балалар. Алтын балық пен балықшы. Мұнда қандай кейіпкерлер болады? Әже және дұрыс айтасың, алтын балық болады. Келесі. Бұл қандай ертек? Иә, таласқан. Қайда таласты олар? Жыл басына? Таласқан. Кімде? Жануарлар, иә? Кім болды ең жыл басын күнді кім? Дұрыс айтасың, тышқантыр, иә? Жыл басына таласқан жануарда күнді ең бірінші кім көрді? Тышқан көрді, жарайсыңдар. Ертегілерді біз есімізге түсіріп айтып шықтық, иә? Балалар, енді біз жыл бойы әріптердің барлығымен таныстық па? Ендеше тапсырмалар орындаймыз ба? Ендеше дайын болсаңдар, бірінші тапсырмаға қарайық. Қолымызға қарандаштарымызды алып дайын отырамыз. Қараймыз. Жоқ, түрлі түсті қарандаш деген жоқ, жай қарандаш аламыз. Жай қарандаш аламыз. Қараймыз. Мына жерде балалар тақтаға қараймыз. Қай дыбыстан басталады? Қандай суреттерді көріп тұрмыз? Міне осы қағаздарды сендерге шығарып беремін қазір. Осы суреттерге қарап, қай дыбыстан басталады? Дыбыстан Бірінші аққу сөзін мұңға бөлінбеші қайын.
билейін. Қолдарды алға соз, қолдарды артқа тарт, қолдарды алға созда сілкіп ап. Бұл көңілді биде сол соғайын, қане сол соғайын. Аяқты алға соз, аяқты артқа тарт, аяқты алға созда сілкіп ап. Ал балақай енді отырайын, отырып билейін. Екі аяқ алға соз, екі аяқ артқа тарт, екі аяқ алға созда сілкіп ап. Ал енді қанекей біз тұрайық, тұрып билейін. Басыңды алға ий, басыңды артқа тарт, басыңды алға иде шайқап ап. Бұл көңілді биле ән айқайын, ла 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 ла. Бөксеңді алға соз, бөксеңді артқа тарт, бөксеңді алға созда қолдан жаттық ап. Бұл көңілді биле шаттанайын, қанекей билейін. Ортаға кел жинал, шеңберге қайта тұр, ортаға кел жиналда серкес биле. Бұл көңілді биді биле болған, басымызды иейін. Рахмет, рахмет, рахмет. Балалар бір сергіп алдық па? Ал сергіп алса, келесі мен сендерге балалар. Балалар бір сергіп алдық па? Я, енді мұқият тыңдаймыз. Сендерге арналған логикалық тапсырмалар бар. Мұқият тыңдаймыз. Қолды қоямыз, және де құлақ менде болады. Жасма? Қараташтарымыз саламыз, неге алдымыздағы нұсқа. Ештеңеге алдымыз. Мұқият тыңдаймыз логикалық сұрақтар. Балалар, сендерді нешеңіз бар? Бірінші жауап беріңіз. Жылдам жауап беруге тырысамыз, иә? Келесі, үш қоянда неше құлақ бар? Мамас пен Айнұр дұрыс жауап берді. Мұқият тыңдаймыз, иә? Келесі, жұдырықта неше саусақ бар? Айнұр, Димаш өте жақсы. Мысықтың неше аяғы бар? Келесі, машинаның неше дөңгелегі бар? Бос ыдыста неше жаңғақ болады? Өте жақсы. Бос ыдыста жаңғақ болмайды. Құстың неше қанаты болады? Жарайсыңдар. Келесі, бағдаршамның неше көзі бар? Үш көзі бар. Аспанда неше жұлдыз бар балалар? Қанша? Төрт, иә, миллион. Өте жақсы. Үлкеннен анам төрт бұрышты доп әкеліп берді. Біреуін ініме бердім. Менде нешеу қалды? Мұқият тыңдаймыз. Дұрыс айтасың, Айнұр. Төрт бұрышты доп болмайды. Доп қандай болады? Доп қандай болады? Дөңгелек болады, иә. Келесі, қарақаттың туған күніне Дана тоты құс сыйлады. Мұқият тыңдаймыз. Дана тоты құс сыйлады. Досжан сурет сыйлады. Жансая үлкен куштар сыйлады. Сұрақ, қарақатқа неше сыйлық сыйланды? Үш, иә? Өте жақсы. Келесі, анасының мысығы, иті, қызы бар. Анасында неше бала бар? Қанша? Мысық пен ит бала ма? Балаға жатпайды. Үстелде үш стақан шие тұр. Марат бір стақан шиені жеп қойды. Үстелде неше стақан тұр? Қанша? Қанша? Дұрыс айтасың, Манас. Стақанды жей алмайды. Үстелде неше стақан тұрады? Үш стақан. Ол тек ішіндегі шиені жеген. Өте жақсы. Соңғы логикалық сұрақ. Мұқият тыңдаймыз. Айманда 5 қарындаш бар. Ол өзінің барлық қарындаштарын достарына сыйлады.
айманда неше қарындаш? Өте жақсы балалар. Жарайсыңдар. Ал енді келесі біз осы балабақшаға келгелі сандарды санауды білеміз, иә? Біз сандарды қалай санаймыз? Тура санаймыз және кері санаймыз, иә? Тура санау білесіңдер ме? Иә, біз тура санауды білеміз. Қане, сендерге қағаз беремін. Тез сандарды тура және кері орналастырып шығамыз. Жақсы ма? Келісіп ба? Қанша болады? 6. Иә, 6. 6-дан кейін? Иә, ол қандай сан? 7. 7-ден соң? 8, сосын? 9, соңғысы қандай сан? 10 сан, иә, өте. Ал қане балалар жазып бар, енді тексерейік, иә? Иә, орнамай. Ал енді орнай бастаймыз, иә? Жаза берейік. Ал енді үжім керек оған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ал енді кері санаймыз. 7 жасамаймыз. 7, 6, 5, 4, Ал енді тексереміз балалар. Ал мана санау. Кері санауды тексереміз. Өте жақсы. Содан соң, иә, әлиден кейін шығасыз. Өте жақсы, Әли. Ал енді мына жерде сандардың арасындағы түсіп қалған сандарды орнына орналастырамыз. Жақсы ма? Ал 7-ден соң? Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Иә. Көрсет. Иә, апарамыз. Иә, келесі ал 8-ден соң қандай сан болады? 9. Көрсетеміз. Иә. Ал келесі қандай сан ортада? 5 санның алдыңғы және артқы қаусат келе ғой, көрсетеміз. Жүгір қаусат кел. Ал 5 сан. Ане балалар ортаға жазамыз. Қандай сан? 5-дің алдында қандай сан болады? Көрсет. Иә. Ал 5-тен кейін қандай сан? Қандай сан? 6. Жаздық па балалар? Балалар, сізде математикаға байланысты тапсырмалар өте көп, иә? Біз заттарды салыстыра білеміз бе? Заттарды қалай салыстырамыз? Иә, үлкен, кіші және қалай? Үлкен, кіші және тең. Дұрыс айтасыздар. Қане, заттарды санап салыстырамыз. Есеп шығарамыз ба балалар? Иә, біз мектепке барғанда амалдарды шығару қажет болады, иә бізге? Есеп шығарамыз ба? Ал ендеше мен сіздерге жылдам есептерді беріп шығайын.
тапсырмаларымыз аяқталды, иә? Бар білімімізді ортаға салып, біз тапсырмаларды орындадық, иә? Тапсырмалар сендерге ұнады ма? Енді сендерге арналған соңғы тапсырмаға назар аударайық. Бұл бізде қағаз бетінде балдарға деп аталады. Мен сендерге қазір айтамын, сол нұсқаулар бойынша қағаздарды пішіндерді орналастыратын боламыз. Пішіндерді шетке қоямыз, қағазымыз таза болу керек. Алдымызға орналастырамыз қағазды. Пішіндерсіз. Кім? Бауыржан, жапсыр деп айтқан жоқпын ғой. Қағазды алдымызға қоямыз, таза күйінде қоямыз. Қағазды алдымызға қойдық па? Қойдық па? Ал енді қараймыз. Қағазға оң жақ бұрышқа 4 бұрышты жабыстырамыз. Оң жақ бұрышқа. Енді оң жақ төменгі бұрышқа шеңберді жабыстырамыз. Шеңберді жабыстырамыз. Оң жақ төменге. Қағаз ортасына соғаншаны жабыстырамыз. Қағаз ортасына. Қағаз ортасына. Ортасын білесіңдер ғой, өздерің тауып орналастырып жабыстырыңдар. Орналастырдық па? Орналастырдық па бәріміз? Зерттеміз. Ал енді қағазымызды оң жақ шаршыны орналастырамыз. Сол жақ жоғары жаққа шаршыны орналастырамыз. Шаршы. Жоғарыға шаршыны. Жоғарыға. Зерттеміз балалар. Жабыстырдық па? Апай, менікі қайда? Енді сол жақ төменге 3 бұрышты жабыстырамыз. болдым, қайда? Сол жақ 3 бұрышты, сол жақ төменге 3 бұрышты жабыстырамыз. Апай, болдым. Қане, айтынлар көрсетші бізге. Қане, көрсетіңіз Нади. Апаймын. Жарайсыңдар, өте жақсы. Жарайсыңдар, дайын. Балалар, мен сендермен әріптерді де біледі екенсіңдер, сөздерді буынға да бөлесіңдер, дыбыстықты дауда жасайға екенсіңдер. Және математикадан көршісін табу, салыстыру, тура санау, кері санау, біраз нәрселерді көрдім, және сендердің білетіндерге көзім анық жетті. Демек, сендер мектепке барып мен сияқты үздік оқушы болуға дайын екенсіңдер, балалар. Ендеше сендерге сәттілік тілеймін. Әрдайым осылай ізденісте болыңдар, білім алыңдар, иә? Ал мен сендерді мектепте күтемін. Жарай ма? Ал енді мен барайын. Көп рахмет. Балалардың білімін сынап, бізге көмектестіңіз. Алдағы уақытта енді біздің балаларымыз мектепке нық қадаммен, біліммен баратын болады. Сізге көп рахмет. Жақсы, сендерге де рахмет, балалар. Сау болыңдар. Қане, балалар. Қане, сау болыңдар. Мен мектепке кеттім. Жолдама болады. Оқу қызметіне жақсы қатыстыңдар. Осы уақытқа дейінгі білімдеріңді жинақтаңдар. Енді мектепке нық қадаммен сендерді шығарып саламыз. Сендерге көп рахмет. Біз сендерді әрдайым жақсы көретін боламыз. Сендерді ешқашан ұмытпаймыз. Алда сендерге білім жолында сендерге тек қана сәт сапар тілейміз, балалар. Жолдарың болсын, мектепке барғанда үздік оқушы болып жүре беріңдер, жақсы ма? Ал енді балабақшамыздың меңгерушісі Амангүл Өтешқызы сендерге осы дипломдарды табыстайтын болады. Түсіндіңдер ма? Сондықтан сендер жақсы оқыңдар, ақылды болыңдар, таза жүріңдер. Сендердің балабақшаға келгендерің көрініп тұратын болсын.